Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы 2 сынып 10 сабақ. Тақырыбы 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосу және азайту. Бірінші есеп А нұсқасы. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жаса. Бізде 48 санын разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде бөліп жазамыз. Яғни 48 санның бірлігі 8, ондығы 4. Яғни 4 дегеніміз ол 40. Енді жақшаның ішіне ондықтарды ондықтарға қосамыз. 40 қосу 30, жақшаның сыртында бірлікті қосамыз. Қосу 8 тең 70 шығады. Жақшаның ішінде қосу 8 тең 78 шығады. Неліктен 40-қа 30-ды қостық? Себебі біз ондықтарды ондықтарға қосамыз. Келесі есеп 78 азайту 30. Бұл жерде де 78 санын разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде бөліп жазамыз. Яғни бірлігі 8, бізде ондығы 7, ол 70 деген сөз. Енді жақшаның ішіне ондықтарды азайтамыз. 70 азайту 30. Жақшаның сыртында қосу 8 тең. Жақшаны ішін азайтып аламыз. 70 пен 30-ды азайтқанда 40, қосу 8, 48 шығады. Неліктен 70-тен 30-ды азайттық? Себебі ондықтардан ондықтарды азайтамыз. Ә нұсқасы. Қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар. 24 қосу 60. Яғни А нұсқасы сияқты шығарамыз. 24-ті разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде бөлеміз. Яғни жақшаның ішіне ондығын 20 қосу 60 ондықтарды қосамыз. Жақшаның сыртында қосу бірлігі, яғни 4. Тең, жақшаның ішінде 80 шығады, қосу 4 тең 84. 50 қосу 31, онда 31-ді ондықтарын бөлек, бірлігін бөлек жазамыз. Яғни жақшаның ішіне ондықтарды қосып аламыз. 50 қосу 30, жақшаның сыртында қосу 1 тең 80 қосу 1 тең 81 шығады. 89 азайту 10. Бұл жерде де 89-ды ондығын бөлек, бірлігін бөлек жазамыз. Яғни жақшаның ішіне ондықтарды азайтып аламыз. 80 азайту 10, жақшаның сыртында қосу 9 тең. 80-нен 10-ды азайтқанда 70, 70-ке 9 қосқанда 79 шығады. 74 азайту 60. Бұл жерде де 74-ді ондығын бөлек, бірлігін бөлек бөліп аламыз. Жақшаның ішіне ондықтарды азайтамыз. 70 азайту 60, жақшаның сыртында қосу 4 тең. 70-тен 60-ды азайтқанда 10 шығады. 10 қосу 4 тең 14 шығады. Екінші есеп өрнектер құр. А нұсқасы. 60 пен 2-ның қосындысынан 50-ді азайту. Яғни жақшаның ішіне 60 пен 2-ні қосамыз, жақшаның сыртында азайту 50. Ә нұсқасы. 50-ге 30 пен 7-ның қосындысын қосу. 50 қосу, жақшаның ішінде 30 қосу 7 болады. Б нұсқасы. 80-нен X пен 4-дің қосындысын азайту. Яғни жақшаның сыртында 80 азайту, жақшаның ішінде X қосу 4 болады. Үшінші есеп теңдеулерді шеш. 70 қосу X тен 96. X-ті табу үшін 96-дан 70-ті азайтамыз. X тен 26 тексереміз. 70 қосу X орнына 26-ны қоямыз. Тең 96. 96 тен 96 шығады. С қосу 80 тең 85. С тең 85-тен азайтамыз 80-ді. Сонда бізде С-ның мәні 5 болады. Тексереміз. 5 қосу 80 тең 85. 85-тен 85. 65 азайту Б тең 20. Бұны табу үшін 65-тен азайтамыз 20-ны. Б тең 45 шығады. Тексереміз. 65 азайту 45 тең 20. 20 тең 20. Төртінші есеп. Есепті шығар. Білім күніне арналған мерекелік концертке 32 ұл және 20 қыз қатысты. Концертке қыздарға қарағанда неше ұл артық қатысты? Қысқаша шартын құрып аламыз. Бізде ұлдар саны 32, қыздар саны 20. Концертке қыздарға қарағанда ұлдардың нешеуі артық барды? Шешеуі 32-ден 20-ны азайтамыз, тең 12 шығады. Жауабы. Концертке қыздарға қарағанда 12 ұл артық қатысты.
Бесінші есеп. Диаграмманы пайдаланып бос төркөзге қалып қойған санды қой. Сыныбымызда бізде диаграмма бойынша 14 оқушы берілген. Ән салғанды ұнатады екен. Оның екеуі ұлдар, қалғаны қыздар. Неше қыз ән салғанды ұнатады? Қысқаша шартын құрамыз. Ұлдар екеуі, қыздар бізде белгісіз. Барлық оқушы саны 14. Шешуі 14-тен 2-ні азайтамыз, тең 12. Жауабы 12 қыз ән салғанды ұнатады. Алтыншы есеп. Қалып қойған өлшем бірліктерін ата. Үстелдің ені 60 сантиметр. Көжектің массасы 2 килограмм. Құмыраның сыйымдылығы 3 литр. 1 сағатта 60 минут бар. Жетінші есеп. Тура емес теңдіктерді тап, қателерін түзетіп, оларды жаз. Бізде 23-ке 6-ны қосқанда, бізде 27 емес 29 шығады. 69-дан 9-ды азайтқанда 60 дұрыс, 96-дан 4-ті азайтқанда 92 дұрыс. 39-дан 6-ны алғанда бізде 32 шықпайды, 33 шығады. 42-ге 6 қосқанда 48 дұрыс, 96-дан 90-ды азайтқанда 6 шығады. Бұл да дұрыс. 8-ші есеп. Бос төркөздің орнына тиісті санды қой. 90 азайту, бұл жерде 10 санын қоямыз, тең 80 шығады. 10 қосу, бұл жерде 57 санын қоямыз, тең 67. Бос төркөзге 74 санын қоямыз, қосу 20, тең 94. Бос төркөзге 17 санын қоямыз, қосу 50, 67. 80 қосу 15, бізде 95 шығады. Бос төркөзге 67 санын қоямыз, азайту 50, тең 17 шығады. 9-шы есеп. Әлия мен Айдостың 2 сайыста жинаған ұпай сандарын қосып жеңімпазды анықта. Ол үшін берілген есепті шығарамыз. Бірінші сайыста бізде 52-ден 30-ды азайтқанда, оған 3-ті қосқанда 25 шығады. Екінші сайыста 90-нан 30-ды азайтқанда, оған 5-ті қосқанда 65 шығады. 25-ке 65-ті қосқанда 90 шығады. Бұл Әлияның ұпайы. Енді Айдостың есептейміз. 42-ден 20-ны азайтып, оған 5-ті қосқанда 27 шығады. 92-ден 30-ды азайтып, оған